Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бас киім көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсіңізде бас киім сыйласа, жаңа отбасылық кезеңнен басталуын білдіреді. Бұл сіздің жұбайыңыздың арасында тұрақтылық пен берік қарым-қатынастың көрсеткіші болуы мүмкін. Түсіндегі бас киімнің сыйлығы көбінесе адамның өміріндегі қуаныш пен бақыттың белгісі ретінде қарастырылады. Бұл әдетте жұмыс орнындағы сәттілік пен құрметті білдіреді. Сондай-ақ қатар бұл түс көрушінің жаңа сыйлық немесе білім алатынын білдіреді деп түсіндіруге болады. Түсіңізде бас киім көрсеңіз, басшылық немесе үйленуді білдіреді. Біреудің сізге бас киім беруі жолаушылық пен ұзақ сапарды білдіреді. Бас киім кию абыройының өсетінін білдіреді. Қыз басына тақия киіп жүрсе, жуық арада тұрмысқа шығады. Жүкті әйел көрсе, ұл бала босанады. Қазақ бас киімді жерге тастаса бақ таяды. Бас киім деп ырымдаған, басшылықты білдіретін қасиетті киім саналған, киіп жүрген ешкім сыйламаған, бермеген.